Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Оқу жылының тура қызған шағында қазіргі уақытта мектептерімізде семинар және тренингтердің көп өтетін уақыты. Соған байланысты сіздердің назарларыңызға семинарда және оқушыларға арналған тренингтерде қолдануға болатын, қызықты, барлық ұжымды біріктіре алатын бірнеше әдістің түрін ұсынғым келеді. Ол үшін алдымен менің арнама жазылып кетулеріңізді сұраймын. Бұл бірінші ұсынатын әдіс, бұл біліс кездесу деп аталады. Бұл мұғалімдерге арналған әдіс. Сіз әріптесіңіз екеуіңіз, біреуіңіз тақтаға, ал екіншіңіз қарама-қарсы жаққа отырасыз. Бірінші қатысушыда келесі әріптесіне өтпей тұрып, төменде келтірген негізгі сөзді, болмаса сөздерді түсіндіру үшін бар жоғы 30 секунд бар. Сіз 30 секундтың ішіне шапшаңдық көрсете отырып, өзіңіздегі сөзді қарама-қарсыңызда тұрған әріптесіңізге жасырып үлгеру керексіз. Яғни жасыру шеберлікті талап етеді. Мұғалім түсіндіру үшін негізгі сөзді мысал ретінде келтіре аласыз. Одан кейінгі әдіс 10 сұрақ деп аталады. Бұл 10 сұрақ әдісі мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз жазылған стикерді жапсырады. Қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады. Оған жауап ретінде не иә, не жоқ деген жауап беріледі. Мысалы, баланың маңдайына компьютер деген сөзді жапсырсақ, бала сұрақ қойылады. Ол қандай, түсі қандай, көлемі қандай, осындай 10 сұраққа негізделе отырып, бала өзінің маңдайына жапсырылған сөзді табуы тиіс. Бұл қандай шеберлік күшті, жылдам ойлауды талап етеді. Ал келесі бір әдіс, бұл құпия зат әдісі. Мына зат бойынша 5 сұрақ құрастырасыз, және де бұл не деген сұрақтан қашып, бұл не деген сөзді мүлдем қоймау керек. Мысалы, өзі дөңгелек, болмаса сопақ, жалпы пішінін айта отырып, сол сөздің жауабын табу. Ал келесі бір әдіс, бұл өте көп сөздерден тұратын сөздердің ішінен бірнеше жаңа сөзді шығару. Бұл негізгі сөзден барынша көп қысқа сөздерді құрастыру. Мысалы, қазақ тіліндегі мен өзім сыныбыма жиі жасырам, қанағаттандыра алмағандарыңыздықтан, саңырауқұлақ және де көптеген ұзақ сөздер бар ғой, мінекей соларды назарға ала отырып, мен оқушыларыма көбінесе осындай сөздерді жасырам. Бұл негізгі жылдам ойлауды қажет етеді балаға. Көптеген тапқырлықты қажет етеді. Нәтижесі бойынша 10 және одан көп сөздерге жауап берсе өте жақсы 8, ал жаман емес 6 және одан да төмен болса, бұл балаларға өте қызық. Ал енді келесі серпілген сауал деп аталады. Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға, талқылау дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушыларға сұрақтарды лақтырамыз. Мысалы, Айнұр, сен Санжардың жауабы туралы не ойлайсың? Ал Жәнібек, сен Айшаның жауабын барынша кеңейту үшін қалай дамытуға болады? Сен естіген барлық ақпаратты қалай бір жауапқа сыйғыза аласың? Жетекші сұрақтар қою арқылы міне балаларды жылдам ойлауға және тез жауап беруге, болмаса әдемі сөйлеуге, ойын тұжырымдауға үйрете аламын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Арнаға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді, комментарийлеріңізді жаза отырыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін көп рахмет.